Сәлем барлықтарыңызға. Егер сізге тез арада дәмді тағам әзірлеу керек болса, осы рецептті қараңыз. Рецепттің аты фрикаделька мен макарон. Ол үшін бізге әрине фарш, макарон, су, қайнаған және тұз керек. Судың астын сәл басып қояйық. Фрикадельканы жасауда фарш қолға жабыспау үшін қолыңызды алдын ала суға алыңыз. Фаршты алақаныңызға қойып, айналдыра домалақ формаға келтіріңіз. Түк қиындығы жоқ. Пішінін өзіңіздің қалауыңызға байланысты жасауға болады. Фрикаделькалар дайын, әрине пішіні домалақ емес. Макаронды алып, қайнаған суға саламыз. Бірінші макаронды салу себебі фаршқа қарағанда олар сәл ұзақ пісады. Отқа салып, жабысып қалмау үшін қасықпен араластырыңыз. Енді тұз қосамыз. Жарты қасықта саламыз. Сапырып қойымыз. Біраз қосу керек тұз. Енді оттың асты қатты қызып кеткен соң біраз отты басу керек астын. 4-ке дейін басамыз. Макаронымыз пісе берсін. Енді кезекте осы макаронға әзірлеген айналдырған фрикаделькаларды саламыз. Қолымда телефон болған соң сіздерге осылай фрикаделькаларды коркадан сырғанатып кастрюляға салып жатырмын. Араластырамыз. Жаңағы өзіміз келтірілген форма қазір қайнағаннан кейін біраз пішіні өзгереді. Міне дайында болып қалды. Фрикадельканы жақыннан көрсетсеңіздер, міне өте күшті аромат беріп тұр. Араластырамыз, жабыспапты. Сіздердің назарларыңызда піскен фрикаделька мен макарон. Енді осының бәрін жақсылап тұрып сүзгімен сүріп аламыз да сыйыққа саламыз. Біраз тағы да фрикаделькасын көбірек сіздерге көрсету үшін шығарып суын ағызып сыйыққа саламыз. Және басында айтып кеткен қиын емес, тез тағамымыз осы. Өте дәмді.